Осы алдында «Почему отличники работают на тройщиков» деген Роберт Кийосакиның кітабын кездестірдім. Сонда үздік оқудың қажеті жоқ па? Мәселе ол жерде оқу озаты болуда немесе ішкі оқитын болуда емес. Мәселе қателіктерден қорықпауда да. Мысалы, көп жағдайда, барлық жағдайда емес әрине. Мысалы, оқу озаты болып беске оқитындар әдетте қателіктен қорқып, сондай реакция қалыптасып өседі оларда. Қателіктен қорқады, әрдайым қателеспеуге тырысады. Ал әдетте әрине барлық жағдайда емес. Мысалы, онша оқу озаты болуға тырыспайтындар, Роберт Кийосаки айтпақшы, ішкі оқитындар, олар қателіктен қорықпайды. Олар қателеспеуге тырыспайды. Ал өзімізге белгілі, әдетте үлкен кәсіпкерлікте ол қателіктен қорықпайтын адамдар әдетте нәтижеге жетеді. Сонда жалпы жақсы оқудың қажеті жоқ па? Жақсы оқудың қажеті жоқ. Егер жақсы оқу деп сен бестік баға алып деп түсінсең. Жақсы оқудың қажеті жоқ. Егер жақсы оқу деп формулаларды, ережелерді, тағы сол сияқты нәрселерді жаттау деп түсінсең. Өйткені оның бәрі бастағы мусор. Ал шын мәнінде жақсы оқу ол, қысқаша айтсақ, қалай үйренуді үйрену. Осы оқу арқылы. Оқу арқылы сен ақпарат құралдарын пайдаланып үйрену. Мысалы, бір двигательді зерттеп жатқан, жаңа бір двигатель жасап жатқан инженер бәрі нәрсені жатқа істемейді ғой. Ол ақпарат құралдарын пайдалана отырып жұмыс жасайды. Мысалы, архитекторлар солай жұмыс жасайды. Мысалы, үлкен бір жобамен істесең, сен олардың бәрін, үлкен жобамен айналып жатқан адамдардың ешқайсысы жатқа істемейді ғой. Оларға сол жерде ақпарат құралдарын пайдалана білу дағдысы қатты көмектеседі. Яғни сен өз бетіңше ешкімнің ықпалынсыз өздігіңнен қажетті информацияны өңдеп үйрену ғой. Сол арқылы өзін өзі реттеу дағды сенде қалыптасу керек. Міне нағыз жақсы оқу деп соны айтуға болады. Ал өзін өзін реттеу дегеніміз не? Өзін өзі реттеу деп сен өзіңе қажетті істі сыртқы күштердің әсерінсіз ұйымдастыра білу ғой. Мысалы, сен мектепте мұғалім бақылайды, үйде ата-анаң бақылайды, мектептің жүйесі бар, олардың бәрі сыртқы күштер. Яғни сен сыртқы күштің әсерімен емес, ол сыртқы күш әсер етпесе де, сен өзіңе қажетті оқуларды оқитын болсаң, ол өзіңді өзің реттеу деген сөз. Яғни, мысалы, қалай айтсам, мысалы, сен өзіңді өзің реттеуді жаттықтырудың бір қысқаша айтқан кезде, өзіңе ешкім сенен есеп сұрамайтын, ешкім сенен талап етпейтін, бірақ саған пайдалы істерді істеу ғой, сол өзін өзі реттеуді жаттықтырады. Мысалы, қарапайым мысалы, таңертеңгілік жаттығу жасау, 5-10 минуттық. Оны сенен ешкімнен талап етпейді ғой. Бірақ оны үнемі жүйелі түрде жасай білуге өзін өзі реттеудің жоғары деңгейі керек. Міне өзін өзі реттеу дегеніміз осы. Егер адам өзі жақсы көретін іспен айналысатын болса, өзін өзі реттеу дағдысы керек жоқ па? Бәрібір керек. Мысалы, егер сен сүйіктісің, хобби ретінде айналыссаң, онда өзін өзі реттеудің қажеті жоқ болуы мүмкін. Өйткені анда-санда өзің шабыттанған кезде, көңілің соған соққан кезде ғана айналысатындай жұмыс болса. Ал егер сен кәсіби деңгейде айналысатын болсаң, қандай сүйікті, қандай сен жақсы көретін іс болсын, оның сен ертеден кешке дейін, айдан айға, жылдан жылға, оның үлкен шабытпен, үлкен эйфорияда жүре алмайсың. Бір кезде жалығатын кезің болады, шаршайтын кезің болады. Сол кезде есек сияқты тықыңдап алға жүру керек болады да, сол кезде өзін өзі реттеу керек. Мысалы, қандай да бір адам керемет скрипкаға да ойнау, оған қатты ұнайтын болсын, одан соған үлкен кәсіби деңгейге жету керек болсын. Ондай адамның да бір кезде скрипканы жерге бір-ақ ұрып сындырғысы келетін кездері болады. Онда жалығатын кездері болады. Қандай сүйікті, қандай ғана іс ұнаса да. Міне сондай кезде өзін өзі реттеу керек. Сондай жетістікке жетудің құпиясы қандай? Енді ол бірінші ең негізгі нәрсесі ол өзін өзі реттеу ғой. Өзін өзі реттеу болмаса, онда түбегейлі тұрақты жетістікке жету мүмкін емес. Ол әрине өзін өзі реттеу.
Одан кейін жаңағы әр істі қалай істеу керек, әр істің өзінің технологиясы бар. Ол жерде ешқандай құпия жоқ қазіргі жағдайда. Мысалы, кез келген істің өзіне сәйкес, мысалы, сол іске арналған өзінің технологиясы бар ғой. Сонда өзіңді өзің реттей білуің керек. Қажетті істің плюс технологиясы. Және үшіншісі, енді қысқаша айтсаң, жолыңның болуы, енді дәлірек айтсаң, кездейсоқ оқиғалардың тізбегі ғой. Ал кездейсоқ оқиғалардың, бірақ ешқандай кездейсоқ оқиға, ешқандай жолыңның болуы, егер сенің өзіңді өзің реттеуің дұрыс жолға қойылмаса, сол қалыптаспаса, ол көмектеспейді. Мысалы, екі бірдей адам, бірдей жағдайда, деңгейі бірдей істі айналысып жатса, бір-біріне параллель, өзін-өзі реттеуде бірдей болса, технологияны да бірдей қолданатын болса, онда белгілі бір ұзақ мерзімдік жоспарда енді біреу екіншісіне қарағанда алға кетеді ғой. Ол жаңа кездейсоқ оқиғалардың тізбегіне байланысты болады. Қажетті бір адамға жолығып қалуы, қажетті бір оқиғалардың өмірінде орын алуы, оның да әсері бар. Мысалы, қысқаша былайша грубый дөрекі түрде айтатын болсақ, мысалы, Билл Гейтске егер бәрі орындалып, жаңа өзінің кездейсоқ оқиғалардың тізбегі өзінің шын болған жағдайға сәйкес емес, басқаша болғанда, ол мүмкін миллиардер емес, миллионер болуы мүмкін еді. Сондықтан да кездейсоқ оқиғалардың тізбегі маңызды, бірақ өзін-өзі реттеуден кейінгі нәрсе ол.